Сәлем достар, дәл осындай қайнатпалы огоньоктың рецептісімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, және комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен керек болады помидор. Помидорды осылай мясорубкіден өтуге ыңғайлы етіп, кішкентай қылып кесіп аламыз, және осылай өткізіп шығамыз. Ол помидорды өткізіп жатқанда оның арасында сладкий перецімізді, чесногымызды, укропымызды өткізіп аламыз. Кейбіреулер укроп қоспайды, ал мен қосқым келеді, маған ұнайды укроппен. Және де чили перец қостым үстіне, 3 штук қостым, дәндерін алып тастадым. Егер сіздерге ащырақ жақсы ұнайтын болса, онда ішінде дәндерімен бірге қоссаңыздар болады. Одан кейін осылай 4-5 чайный ложка тұз қостым, және де жарты чайный ложкамен қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, бәрін әбден араластырып, қақпағын жауып, салқын жерге шығарып қойдым бір түнге. Одан кейін алып, мінекей бұлғап жатырмын, араластырып, дәмін тағы да бір қарайсыздар. Егер тұзы аз болса, бұрышы аз болса, онда қоссаңыздар болады үстіне. Осындай стеклянный бутылкалерді мен алдын ала дайындап, стерильдеп қойған болатынмын. Осыған құятын боламыз. Ішінде уксус болғандықтан міндетті түрде баночный ыдысқа құямыз. Баклажкаға құюға келмейді. Осылай әбден барлығын құйып аламыз, асықпай. Құйып болғаннан кейін осылай айналдырып кішкене араластырып аламыз, себебі арасынан ауа шығып жатыр. Болғаннан кейін қаттылап қақпағын жауып қоямыз. Мінекей біздің огоньогымыз дайын болды. Бұны қайнатпайсыздар. Өте дәмді болып шығады, тез желініп қалады. Дайындап көріңіздер, дәл осы рецепті пайдаланып. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.